Хайыр Кемай, қалың қалай. Бүгін біз жаңа өлеңді үйренеміз. Бұл өлең сандар және үйректер туралы. Сандарды тез үйрене аласың. Бұл өлеңді менімен бірге айтып көр. Тун, 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 тун. Бес балапан үйрек жүреді далада, бір кезде кетеді алысқа. Үйрек ана шақырады оларды, бірақ төртеуі келеді ғана. Тун, 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 тун. Төрт балапан үйрек жүреді далада, бір кезде кетеді алысқа. Үйрек ана шақырады оларды, бірақ үшеуі келеді ғана. Тун, 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 тун. Үш балапан үйрек жүреді далада, бір кезде кетеді алысқа. Үйрек ана шақырады оларды, бірақ екеуі келеді ғана. Тун, 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 тун. Екі балапан үйрек жүреді далада, бір кезде кетеді алысқа. Үйрек ана шақырады оларды, бірақ біреуі келеді ғана. Тун, 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 тун. Бір балапан үйрек жүреді далада, бір кезде кетеді алысқа. Үйрек ана шақырады оны, бірақ ешкім оған келмейді. Тун, 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 тун. Үйрек ана жалғыз далада, ешкім жоқ қасында. Үйрек ана шақырады оларды, сонда барлық бесеуі келеді. Тун, 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 тун. Жарайсың балақай, өлеңді керемет айтыпсың.